Сәлеметсіздер ме, құрметті бірінші сынып оқушылары? Сіздердің алдарыңызда Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Көктал жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мамыраева Жұлдызым Тайғозина. Балалар, бүгінгі сабаққа деген көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Ендеше сіздерді бүгінгі сабағымның көңіл күй алаңына шақырамын. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге деп бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Бүгін сіздермен ана тілі сабағын өтемін. Сабақты бастамас бұрын сиқырлы сурет ойынын ойнап көрейік. Тасымал дегеніміз не? Балалар, кәнекей ойланып жауап берейік. Тамаша. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Жарайсыңдар. Келесі, сөздің тасымалданбаған бөлігінен соң не қойылады? Сызықша немесе дефис. Жарайсыңдар балалар. Келесі, сөздер қалай тасымалданады? Кәнекей балалар, ойланып жауап берейік. Дұрыс айтасыңдар, буын жігімен тасымалданады. Келесі, балапан сөзі неше жолмен тасымалданады? 2. Дұрыс айтасың. Кәнекей, балапан сөзін тасымалдап көрейікші балалар. Балапан, балапан. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, суретте ненің суретін көріп тұрсыңдар? Бота. Бота ненің төлі? Түйенің. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. 4 түлікке жататын жануардың бірі не екен? Түйе. Жарайсың. Түйенің төлі не балалар? Бота. Олай болса, бүгін біз бота туралы өлеңмен танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бота тасымал. Сабақтың мақсаты мұғалімнің қолдауымен мәтінде кім не туралы айтылғанын анықтап, сөздерді дұрыс тасымалдауды және тасымалданбайтын сөздерді үйренесің. Оқулық пен жұмыс. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқып, жаттап аламыз. Бота. Абдрахман Асылбек. Айналайын ботам, қандай күлте жотам, табандарын жалпақ, теріп жейсің жантақ. Иіліп тұр мойның, қанбайды екен ойының. Тостағандай көзін, әдемісің өзің. Өлеңде не туралы айтылған? Бота. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бота не жейді екен? Жантақ. Тамаша. Бота қай жануардың төлі? Түйе. Ендеше балалар, түйенің пайдасы туралы айтайықшы. Кәнекей, түйенің қандай пайдасы бар? Ойланайық балалар. Дұрыс айтасыңдар. Жалпы түйенің пайдасы бар. Түйе сүтінен шұбат ашытылады. Түйе шөлге шыдамды, мінсен көлік, ішсен сусын, еті дәмді, жүнінен төсеніш жасап, киім тігуге болады. Түйе сүті жанға шипа, дертке дауа. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Енді осы өлеңде бота, табан сөздері бар, я балалар? Сол сөздер қалай тасымалданады? Кәнекей назар аударайықшы. Бота, табан сөздерін буынға бөлейікші. Бота, табан. Жақсы балалар. Бұнда неше буын бар? 2 буын, 2 дауысты дыбыс бар.
Жарайсыңдар балалар, тамаша. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады екен. Тамаша балалар. Балалар, жаңағы біздің оқыған өлеңде сендерге түсініксіз сөз кездесті ме? Кәне балалар, ойланайықшы, қай сөзді түсінбей отырсыңдар? Жота. Ал балалар, осы жота сөзін біз қалай түсініп отырмыз? Кәнеки, ойланып жауап берейікші. Жота, жұмсақ, дөңес, қатпарлы, өркеш. Өркеш. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, дәптерімізді ашайық. Дәптердегі екінші жаттығуды орындаймыз. Сөйлемдерді көшіріп, тасымалдауға болмайтын сөздерді тап дейді. Түйе төрт түліктің бірі, ол шөлге төзімді. Осы екі сөйлемді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Болдық па балалар? Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, осында тасымалдауға болмайтын сөздерді тап дейді. Ол қандай сөздер екен? Кәне ойланайық. Төрт, ол. Осы сөздер екен, я? Оларды тасымалдауға болмайды екен. Жарайсыңдар балалар. Ендеше видеоға назар аударайық. Видеоға назар аударайық. Әлбетте. Томнан хат келді. Не жазыпты? Сәлем, Алан және Дана. Қал жағдайларын қалай, демалыстарын қалай өтіп жатыр? Астанада ауа райы қандай? Ауылға бардыңдар ма? Мен ата-анама сендер туралы айттым. Олар маған жазғы демалыста Қазақстанға баруыма рұқсат берді. Көріскенше, Том. Алан аға, Том, ауа, ауыл, ата және олар деген сөздерді дұрыс тасымалдамапты. Дұрыс айтасың. Ол аны жолдың соңына қалдырып, ол деген буынды келесі жолға шығарыпты. А буынын неге жолдың бойында қалдыруға болмайды? Өйткені бұл буын жалғыз дауысты дыбыстан құралып тұр. Жалғыз дауысты дыбыстан құралған буынды жол соңында қалдырып, тасымалдауға болмайды. Том бұл сөздерді буынға дұрыс бөлген, бірақ дұрыс тасымалдамаған ғой. А, ол, а, уа, а, та деген сөздерде екі буын бар. Иә, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дауысты дыбыс жеке өзі буын құрай алады. Мысалы, әкке, ана, ақын, үкі, емен. Осы сөздердегі ә, а, е дыбыстары жеке буын құрап тұр. Бірақ бұл сөздерді тура осылай буынға бөлгендей тасымалдауға болмайды. Сонымен балалар, бір буынды сөздерді тасымалдауға болмайды екен. Ендеше балалар, тағы да біз сөздерді оқып көрейік. Ата, аға, орақ, ақын. Бұлар алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буынды сөздер екен. Сүт, қой, лақ, шаш. Бұлар бір буынды сөздер. Ендеше балалар, ережеге назар аударайық. Бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Мысалы, от,
шаш, ақын, орақ, іні. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Сабақты түсіндіңдер ме? Ендеше дұрыс, дұрыс емес ойынын ойнайық. Бір буынды сөздер тасымалданбайды. Кәнекей балалар, ойланып жауап берейік. Дұрыс. Келесі, әже сөзін тасымалдауға болады. Кәнекей балалар, ойланайық. Дұрыс емес. Келесі, сүт, ақ, құрт сөздері тасымалданбайды. Кәнекей балалар, ойланайық. Дұрыс. Көже, бота, сырмақ сөздері тасымалданбайды. Ойланамыз балалар. Дұрыс емес. Жарайсыңдар. Балалар, енді үшінші жаттығуға назар аударайық. Балалар, енді үшінші жаттығуға қарайық. Сөздерді оқы. Бұл сөздерді тасымалдауға бола ма? Кәнекей бәріміз бірігіп сөздерді оқып шығайық. Ата, ақын, іні, ауа, жен, әже, өрік, от, сүт. Бұл сөздерді тасымалдауға болмайды. Ендеше балалар, осы сөздерді біз топтастырып көрейік. Ақын, әже, жен, іні, от. Ақын, іні, әже сөздері екі буынды сөздер. Жент, от бір буынды сөздер екен. Жарайсыңдар балалар. Бұл сөздерді екі топқа бөлінеді, бірақ тасымалданбайды. Балалар, сендермен тағы да бір ойын ойнағым келіп тұр. Сәйкестендіру. Сендерге буындар беріліп тұр. Сол буындарды сендер табу керексіңдер. Буынды тапсаңдар, сөз шығады. Ендеше балалар, ойланып жауап берейік. Бірінші буыны жо. Екінші буынын табамыз. Жо, та. Дұрыс айтасыңдар балалар. Тамаша. Келесі, бірінші буыны жа. Екінші буынын табамыз балалар. Кәнекей, ойланайық. Жа, ға. Тамаша балалар. Жарайсыңдар. Келесі буынымыз же. Екінші буыны қалай болады балалар? Кәнекей, ойланайық. Же, бе. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Келесі, бірінші буынымыз жа. Екінші буынды табайық, кәнекей балалар. Екінші буыны, кәне балалар, ойланайық. Жа, на. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Сендер сәйкестендіруді біледі екенсіңдер. Өте жақсы. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Қандай сөздер тасымалданбайды? Кәне балалар, ойланып жауап берейік. От, сүт, тау, ауа, аға, ата. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Бота қай түліктің төлі? Түйенің. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Ендеше үйге бота өлеңін жаттап келеміз. Келесі кездескенше сау болыңдар.